SMC стратегиясы 5-ші сабақ. Бұл сабақта тек арнан мен сілерге зоналарды кішірейту хақында үйретіп өтемен, яғни supply, demand зоналарын кішірейту, емаса inefficiency, imbalance зоналарын кішірейту хақында үйретіп өтемен. Бірақ та сол зоналарды кішірейтуден алдым мен сілерге POI зонасы хақында үйретіп өтейін. Бұл да SMC-дің тек арғы бір концепцияларының бірі. POI зонасы бұл point of interest сөзінен алынған инглиз тіліндегі. POI деп айту сәл қиынырақ болып жатыр, сол үшін POI зона деп айтып өте берейін, түсініктірек болу үшін. POI зона, яғни қызығушылық зонасы деп аталады. Ең көп сделкалар қойылып атырған, емаса стоп-лосс, take profit, ұлыма ордерлер қойылып атырған зоналарды біздер point of interest зонасы деп атаймыз. Яғни қызығушылық зонасы. Адамдар ең көп базарға кіріп атырған зоналарды да бұларға мысал етуіміз мүмкін. Supply, demand, order блокты өтпедіңіз, оны кейінгі сабақларда үйренеміз. Imbalance, яғни inefficiency зоналары қызығушылық зоналары болып табылады. Яғни адамдардың базарға кіру үшін ең көп қызығып тұрған ноқатлары зоналары. Біздер бұған demand, supply зоналарын, мәселен бұл жерде supply зона тапсақ, сол зонаны мысал етуіміз мүмкін. Емаса импульсив әрекеттегі, төменге қарай түсіп баратырған, емаса жоғары қарай тезлікпенен өсіп баратырған дағы кішкене зоналарды да біздер point of interest зонасы деп айта аламыз, яғни POI зона деп. Бұл зонаны тапқанымыздан соң supply емаса демандқа ұқсап бірден саудаға кіріп кетпейміз. POI зонаны тапқанымыздан соң біздер кішірек таймфреймге өтеміз, һәм сол жерден BOSS, CHOK, inefficiency сияқты тасдиқларды іздеп кіруіміз мүмкін. Яғни біздерге саудаға ұшынан кіру имканиятын береді бұл POI зоналары. Осы жерден POI зонасын тарттық дейік. Яғни біздер осы жерге келгенде, мәселен, осындай етіп кішірек ретест беру мүмкін, кішірек төменге қарай түсіп беру мүмкін. Осы кезі біздер кішірек таймфреймге өтіп, стоп-лоссты кішкентай қойып, пайдамызды алып шығып кетуіміз мүмкін. Және де осы point of interest зонасы бұзылып өтілгеннен кейін қайтып ретест істеуіне де біздер кіруіміз мүмкін. Бұл жерде де импульсив әрекет давамында кішірек қайту жүз берген жоғары қарай. Осы жерде flat болған, төменге қарай қайта түсіп кеткен. Бұл зонада адамдар селға түсіп баратырғанда байға қарай көтермекші болған, яғни осы жерде көбірек саудаға кірілген take profit зоналары болуы мүмкін, емаса базарда жоғары қарай көтеру үшін байға сделкалар көптеп ашылған болуы мүмкін. Сол себеплі бұл зонаны біздер POI зона деп айта аламыз. POI зонасы оншелі бір үлкен концепция емес, бұл себебі supply demand зоналарының ішіне алып кетеді. POI зонаға қарағанда supply demandқа пайдаланғанымыз мақұл, бірақ мәселен мынадай жерлерде біздерге POI зона жақсы істеп береді. POI зонасының ICT стратегиясындағы аты order flow деп аталады. Мәселен бұл жерде demand зонасы анық болады, себебі импульсив әрекет жүз бергенінде. Бірақ біздер осыны бүткіл мынадай етіп POI зона ретінде алуымыз мүмкін. Бірақ та біздер demand зонада, мәселен бұл жерде алған болар едік. Ұлыма айтқанда POI зонасы, яғни қызығушылық зонасы біздерге саудаға кіруіміз керек болған ноқатларды, зоналарды тауып алуымыз үшін керек. Мәселен, біздер мына жерлерде де point of interest зонасы ретінде алуымыз мүмкін. Базар бағасы қайтып келгенінде осы жерлерден қандай да бір тасдиқ тауып саудаға кіре аламыз. Бұл жерден емаса, бұл жерден. Кейінгі кішкене темашамыз бұл refinement. Refinement сөзі инглиз тілінен алынған, һәм туры аудармасы тазалау деген мәністі білдіреді refine сөзінің, бірақ кішірейту, тарайту мәнісілерінде де келеді. SMC трейдинг стратегиясындағы мәнісі болса, яғни термині зоналарды кішірейту деген мәністе келеді. Яғни supply һәм demand зоналарын кішірейту мәнісінде. Мәселен, біздер бұл жерде take profit зонасы ретінде алайық. Бұл қара линия біздердің take profit зонамыз. Бұл бір күнлік таймфреймде ісленген зона ретінде алайық.
импульсив әрекет бар һәм біздер бұл жерден supply зонасын тарттық. Кейін бұл зонадан sell үшін сделка ашқанымызда біздердің стоп лоссымыз сәл жоғарырақта һәм take profitіміз бұл жерде болады. Стоп лосс 53 пипс, take profit 167 пипс. Refinement тап осы жерде біздерге керек болады. H4 таймфреймге өтеміз һәм осы жерде импульсив әрекет бар, өзінен алдыңғы минимумды жаңалаған һәм біздер бұл жерден supply зонасын тартамыз. Саудаға бұл жерден кіреміз, стоп лоссымыз сәл жоғарырақ. Take profit бағанағы қара линия. Бұл жерде біздердің стоп лоссымыз 32 пипс, take profitіміз 187 пипс болып тұр. Парқ біздер 20 пипске стоп лоссымызды кішірейттік һәм 20 пипске take profitімізді үлкейттік. Мәселен, бұл жерде D1 supplyдан біздер саудаға кіргенімізде $53 риск етіп кіргенімізде $167 пайдаға кірген болар едік. Егер стоп лосс алса, $53 зиян қылған болар едік. Ал бұл жерде болса, $187 пайда қылған болар едік. Егер take profit алса, стоп лосс алса, $32 зиян қылған болар едік. Дәптеріңізге қағида етіп жазып алың. Әрбір зона тек қана бір мәрте refine қылынады, яғни бір мәрте кішірейтіледі. Кішірейтудің өзінің қағидалары бар. Егер сіз анализді хаптелік таймфреймде істеп отырсаңыз, яғни weekly таймфреймде істеп отырсаңыз, сіз supply емесі demand зонасын daily таймфреймге өтіп, сол жерде кішірейтуіңіз мүмкін. Тек қана бір мәрте кішірейте аласыз. Daily таймфреймде анализ істесеңіз, H4-ке өтесіз, H4 таймфреймге һәм сол жердегі зонаны анықтайсыз. H4-ті M15-ке кішірейте аласыз, H1 таймфреймді, яғни 1 сағатлық таймфреймді 5 минутлық таймфреймге өзгерте аласыз. Егер скальпинг істеп отырған болсаңыз, M15 емесі M5 таймфреймде зона анықталған болсаңыз, сіз M3 емесі M1, яғни 3 минутлық емесі 1 минутлық таймфреймге өтіп, зонаны кішірейтуіңіз мүмкін. Мәселен, бұл жерде daily таймфрейм бір күнлік таймфреймнен H4 таймфреймге кішірейтілген көрінісі. Ядыңызда сақлаң һәм қағида етіп дәптеріңізге жазып алың. Әрбір supply емесі demand зонасы тек қана бір мәрте кішірейеді. Себебі сіз daily таймфреймде істеп отырып, яғни күнлік таймфреймде анализ істеп отырып, ол жерден supply емесі demand зонасын анықлап, оны кішірейтіп, бірінші H4-ке кішірейтіп, кейін M15-ке кішірейтіп, кейін M1-ге кіріп, кішірейтіп, анық кіру нұқатын анықлайман деп ойламаң. Дұрыс, ондай қылып, егер supply һәм demand қағидаларына тура келсе, бұл істеп беруі мүмкін, бірақ бұл жағдай жүдә көп жүз бере бермейді. Зонаны бір рет кішіреткеніңізде, оның істеп беру дәрежесі жоғарырақ болады. Бұған сіздерге бір мысал келтіріп өтейін. Бұл жерде мен demand зонасын анықлап қойған едім, соны көріп өтейік. Мәселен, импульсив әрекет жүз берген, өзінен алдыңғы максимумды алған. Бұл жерде біздер demand зонасын тарта аламыз. Бай үшін саудаға бұл жерден кірдік дейік. Стоп лосс сәл төменіректе. Take profit бұл максимумға қояды. Енді бұл daily таймфреймде тұрыпты. Біздер бір күнлік таймфреймде осы demand зонаны анықладық. Енді бұл зонаны кішірейту үшін біздер H4 таймфреймге өтеміз. H4 таймфреймде осындай жағдай біздер кішірейтеміз. Импульсив әрекеттен алдыңғы шамды алатын едік. Енді біздер кеше сіздерге үйреткенімдей, бұл жерде weak зонадан аламыз, яғни шамның саясынан. Егер сіздердің тартатығын зонаңыз ұзын болса, осының ордер блоктың настройкасында extend деген нәрсе бар, яғни extend right қылсаңыз, оң жаққа қарай зонаны созып жібереді. Extend left қылсаңыз, шеп жаққа қарай созып жібереді. Біздерге extend right керек. Зонаны басқа реңге өзгертейік, анық болуы үшін H4 зона. Бұл біздердің daily таймфреймде кірген сделкамыз болады. Мысал ретінде stop loss 51 пипс, take profit 252 пипс. H4 таймфреймде біздер бұл жерден кірген болар едік. Стоп лоссымыз зонадан сәл төменіректе.
take profit жаңағы зона. Stop loss 32 пипс, take profit 271 пипс. Екеуінің парқын көріп тұрыпсыз. Зоналарды кішірейту тап осындай болады. Сіз іздеген таймфреймнен бағанағы мен жазып берген бойынша зонаны кішірейтесіз һәм осылай тәрізде саудаға кіруіңіз мүмкін. Парқты өздеріңіз көріп тұрыпсыз. Stop loss мынада кішкене, мынада үлкен. Мынада take profit үлкен, мынада take profit сәл кішірек. Мен SMC-дегі тикарғы концепцияларды үйретіп өттім, яғни сіздерге түсініктірек болуы үшін сәл аңсатырақ қылдым айырымларын. Егер және бір идеал концепциялар, яғни базарда әсіліп беретұғын концепциялар шығып қалса, және сабақлық қылып істеп, YouTube-тағы SMC стратегиясы плейлистына салып қоямын.